Төрт қабырға ішінде соққан сағаттың үні, темекінің өртені. Включить свет. Так, досье. Аманкос кызы Диляра. Ограбление банка. Зачем вы грабили банк? Говорите, или вам грозит 10 лет тюрьмы? Хорошо. Позовите мужа. Жан, осымен үшінші рет. Біріншісінде шу үшін банконан, екіншісінде сақина үшін. Енді осы жол не болды? Неші тонан? Жан, машина алғым келеді. Машина үшін банконан айтып шығасың енді. Саламатсыз, қалайсыз? Саламатсыз ба? Не, темекі бере саласыз ба? Жасыңыз қаншада? Жасым 20-да, бірақ бір айдан кейін 21-ге толамын. Онда бір айдан кейін келіңіз. Не үшін сатпайсыз? 21 жасқа толмағандарға темекі сатуға болмайды. О, Дәулет аға, қалайсыз? Амансыз ба? Дәулет аға, темекі әпер жібересіз бе? 2000 теңге берем. Зачасын өзіңізге ала беріңіз. Тағы 1000 теңге қосыш, өзім шегіп бере салам олар. Әпер жіберіңізші. Жарайды, әкел. Қалжың ғой. Күндіз бір қалыпты өмірді сүремін. Жас пап, мен баларға ертім. Жаңа. Негіз бәріне өзімізге нәніміз. Міне тәте. Кешіріңіз, 10.000 купюраға майда жоқ. Карточкамен төлесеңіз болады. Ойымдама, родной, менде карточка бар. Айттым ғой, родной, қазір барлық карточкамен жүреді. Наличкеден қақпайды қазір. Шеттер көмектессеңіз, майда тиындарың бар ма? Да. Рахмет, родной. Сен ше, брат, көмектеспейсің ба? Мен ба? Менде наличка жоқ, брат, менде карточка. Так, пышақ қайда, пышақ. Ойымдама, родной, менде карточка бар. Ракетаң қайда? Аман, ракетка керек емес, менде карточка бар. Осы сен карточка меше кәдімгі дейін. Ой, карточка деймін любой жерде, брат. Что там, жігіттер, тиындарың бар ма? Ал шығар карточкамды. Менде карточка бар. Айттым ғой, родной, саған карточка любой жерде, любой нәрсені шешеді деймін. Наличканы ұмытсай, брат. Ты чё? Қатын, мен үйге келе жатырмын, короче. Шайпай анамны дайындап қой, түсінің бе? Жұмыстан келе жатырмын мен. Қоша ханым, қазір жұмыстан шықтым, мен үйге бара жатырмын. Саған шоколад алдым. Барып боламын үйге. Ой, мам, қаяқта жүрсіз? Қанша болды звондап жатқанда? Неменеге телефон ұстайсыз? Амайтын болсаңыз? Соткам жоғалтып алдым. Қайға жоғалып жүрсіз? Өткенде жүрдіңіз ана тойда билет, ұмытып телефонды. Енді неменеге жоғалып жүрсіз? Автобуста отқам ғой, ұйықтап кеттім ғой қалғып. Не істейміз, тағы аламыз да енді? Әпермей-ақ қойыңдар. Осы сендер кішкентай кездеріңде жылаған кезде ойыншықтарыңды 100 рет әпердік қой, осы жоғалтып бассаңдар. Әпермеңдер, туған шешелеріңнен темір артық болды ғой, ақша артық болды ғой, болды, әпермеңдер. Болды, білдік, осы жұрт. Ой, мағыл, міне звондап атырмын, әперем. Ойбай, Санмиге звондап. Қазір как раз скидка отыр, телефондардың бағасы түсіп атыр барлығы. Ана, қазір так-так Санми жақтан өтеміз ғой, сол жер. Ой, дастап, мен қалдыртамын. Попты. Айтпана әкеңе, екеуміз де сояды. Не oldu? Машинаны соғып. Сен басың істейін ма? Сен бір айда 5 машина соққанын білесің ба? Машин, машина айдамай қойсың. Әпермей-ақ қой. Мен Дархан Жолшыбек инстаграмда BMX5 ойнап жатырмын, соған қатысамда жеңіп алып түсіндің ба? Шынымен ба? Серік аға, үйде стройка болып жатырады, көмектесіп жібересіз бе, үлгермей жатыр. Болды, разговор жоқ, кеттік. Ой, айналайын, Серікжан, үлкен рахмет. Ой, әкпе, ештен кетпейді, қазір кішкене ағаш қалып кетті, қазір келем де жарам, хорошо? Ой, ничего страшного, ана сарайды соғатын кез шақырыңдар. Брашка, не болды? Машинаң өте алмай тұр ма? Әкел, итеріп жіберейін. Давай. Ой, давай. Сал скоростьқа, сал. Ой, красавчик. Давай. Сосед, ты куда едешь? Я в город еду, тетя Люк, на базар. Вам ничего не надо, могу захватить. Как раз тогда возьми помидор, огурцы. Все, давайте тогда, списокті бересіңіз. Я подожду. Серік аға? Осы барлығына көмекке шаршамайсыз ба?
еще бесплатно көмектесіп қой. Не, жоқ, балам қайдағы шаршаған? Біз сондай халықпыз ғой. Помогай, всем помогай. Сделаешь добро, вернется деген бар ғой. Все, давай, қазір кешігесің. Давай, жұмысына. Все. Рахмет Серік аға. Все, давай. Жеткізіп тұрғаныңыз үшін рахмет аға. Все, давай, жақсылық тірліктер жасап жүре. Ел қалады ғой. Іштей емес көші. О! Ана андай болатсың ба не ақыры? Мен саған айтқан жоқпын ба, ертең мына жерге сен қарашы, қуыс жиналасың, берелам, адам былай саласың. Ақша кетеді бір ма, қуысқа ертең мусор жиналады, шаң тозаңың бар. Осы ананың түбіне не істейсің, мына жаққа да тағы темір саласың ба ертең? Мен саған үй бастағанда не айттым, мынаның бәрін үстінен құйғаннан кейін комнатты тіке жоғарыдан қалап жібер деген жоқпын ба, көрші. Дұрыс айтады. Дәл осылай істеңдер, түсіндің бе? Sana айтқан, істеңдер, Айымбек. Мынаның бәрін бер жағынан қалаңдар. Мен де айттым ғой, өткенде сендер бер жағынан қалап тастаңдар дедім. Ана істеңдер. Айтқан тыңдандар шешін онымен. Септіктің астында үйлер қайда? Все болды онда, өзгерттеңіз ана солай істеге. Құлман қайта өзгерткен? Мен қалай айттым, солай істеп сала беріңдер. Енді анау не ал деп тұр жаңа. Айта берсін, оттай береді. Қайдағы ауызы шығар, ораза бітті қойды ғой сен қуасың. Брат, выручай, 20 мың теңге қарызға бере тұршы. Зәке, қойшы сен осы қарыз керек қазағына келетін адамсың. Брат, ертең по-пацански 12-де қойып тастаймын. Чо, қатты керек болды. Қатты керек, брат. Ладно. Мен 20 мың ертең сағат 12-де қойып бер. Точно қоясың ғой, брат? Точно. 12-де, точно қоямын. Точно қоясың ғой? Точно. Точно қойып бересің ғой? Точно. Зәке! Зәке, қайдасың не? Өсі ақшаны алып алады, жоқ бұл кетеді. Телефон даже өшірден. Зәке! Нет пацана, нет пацана, нет пацана. Дос, ішейін ма? Қуа өймі ше. Мына төбені ішсек ше, дос. Қызың соғысқа от, білмейсің ба не оны? Қош? Қума ше, нормальный нәрсе ше, қуа өймі. Мен натуры айтам, достым. Абайла. Төбені іштердің ба? Да, жазашым. Мен үйдің есігін жаптым ба, жапқан жоқпын ба? Вроде жаптым. Жапқан жоқпын ба? Туй. Ладно, бар, тексеріп келейінші. Жауыптым ғой есікті. Қыздарың кетті, не болып кетті, бас ауып кетті. Девушка, одевай кепка.